Баршаңызға сәлем. Сіздермен пайдалы және қызықты арнасы. Қоңырау батырмасын басып, қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен боп саналады. Ал 20 жастан асқанда әжім көздің айналасына түсе бастайды. Әжімді кетірудің бірден бір жолы уақытты өткізіп алмай, дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін бір шай қасық тұзды бір стақан суға салып араластырыңыз. Дайын болғанда тұзды суға мақтаны алып бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтаны бетте бірнеше минут ұстаңыз. Жай ғана сыртынан ұрғылап отыруыңызға болады. Маңдайға түскен әжімді жұқа қағаз арқылы кетіруге болады. Пергамент немесе калька сынды жұқа қағазды алып, оған крем жағамыз да маңдайға жабыстырып қоямыз. Қағаздың сыртынан дәкемен орап, байлап қоюға да болады. Бұл емдік тәсілді 20 минут бойы жасап, 5 күн қайталау керек. Бірнеше апта өткеннен кейін әжімдердің жазылып, азая бастағанын байқайсыз. Алайда 35 жастан асқан әйелдер осындай әрекетті жасап көргеннен кейін міндетті түрде парафиннен ем жасау қажет. Парафин курсын жылына бірнеше рет жасасаңыз, әжімнен құтыласыз. Беттегі әжімді кетірудің бір жолы өз-өзіне массаж жасау. Ол үшін саусақтың ұшымен бетке жай ғана массаж жасаса болғаны. Бұл жаттығу бет терісін қатайтып, қан айналымды жақсартады. Әжімді кетірудің тағы бір жолы әжімге қарсы маскалар. Жұмыртқаның сары уызы мен май қосылған маска. Ең алдымен майсана немесе камфора майынан жарты шай қасық алып, жұмыртқаның сары уызымен араластыру керек. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді кетіруде жақсы көмектеседі. Ашытқы маскасы. Қаймақ пен 25 грамм ашытқыға су қосып бірнеше сағатқа қою қажет. Белгілі уақыт өткеннен кейін қаймақ пен ашытқы қосылған масканы бетіңізге жағасыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Бал қосылған маска. Жұмыртқаның сары уызымен бір шай қасық бал және бір шай қасық глицеринді араластырып маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл масканың әжімді кетіруде пайдасы мол. Лимон маскасы. Жұмыртқаның сары уызын алып көпіргенше қозғаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және бір шымшым тұз қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып, нәтижесіне көз жеткізіңіз.